Қалай түсіндіресіз? Алла шектеулерден пәк дегенді. Айттым, Алла шектеулерден пәк, иә. Мен сізге енді Ибн Баз бен Фаузанның шарқын айтып берейін. Кетірмей, саған қойыңызшы. Менің сөзімен жауап берсеңіз, не істейсіз, анау, мынау деп. Сізді олар қабылдамайды, значит, олардың ақидасы. Енді қараңыз. Сіз Алла шектеулерден пәк деген Алла аршының үстінде затымен емес деген сөз. Не деп айтасыз? Дұрыс па? Қараңызшы, ақылыңызбен. Сіз қараңыз, ақылды адамсыздар. Мысалы, мынау мынаның үстінде, мынау мынаның үстінде. Мынау мынаның үстінде деген мына жерден шектеледі деген сөз ғой, нені түсінбейсіздер ме? Бір сөз айтамын, ешқандай бір анау нені білдірмейтін. Затымен үстінде деген шектеледі, сонымен аршымен деген сөз ғой. Ерсін. Шектеулі деген сөз. Фауқа деп айтқан емес, басқа бір мағыналарды келтірейік. Ибн Баз, Фаузандар, значит, Ибн Таймиялар Алла шектеулі деген оны қабылдамайсыз. Оны қабылдамайсыз. Тыңдасаңызшы. Осы мәселеде анау фауқа десек, оны бір нәрсе айтып аласыз. Басқа бір сөздерді келтіреміз. Тыңдаңыз, ондай емес, басқаша мағынада келіңіз. Имам Тахауи Алла шектеулерден пәк деп. Мен оны, яғни, бұл ереже. Оны айттыңыз, қанша сөйлестік оны. Оны айттым, оны қанша сөйлестік. Жоқ, сіз оны айтып жатқан, түсіндіріп те жатқан жоқсыз, не екенін. Алла шектеулерден пәк. Алла шектеулер. Сіз бұл түсіндіру емес қой, бұл сөзді қайталап беру. Субханалла, Аллах Тағала шектеулерден пәк. Енді осы жерде кім келтіреді? Алланың заты бар ма? Алланың заты бар ма? Иә. Аршының үстінде ма? Аршының үстінде. Енді аршының үстінде болғанда, аршының шегі бар ғой, дұрыс па? Иә? Солай ғой? Иә. Алла соның үстінде. То есть аршы біткен жерде Алла басталады, дұрыс па? Сағфирулла. Енді қалай? Осында жоқ, басқаша қалай түсінемін, бір нәрсені үстінде дегенді. Тыңдаңыз, мен жоғарыда бая жауап беріп кеттім. Оны мен бая жауап беріп кеттім, оған айттым. Егер біз, басында айтып кеттім, егер біз сол сөзбен, егер Аллах Тағаланың бұл анау мұхтамил сөздер. Жоқ, мұхтамил емес, қалай? Яғни ақидада ереже келтіріп жатыр, мұхтамил болады. Қалай? Тыңдаңыз. Имам Тахауи мұхтамил деді ма сөзі? Тыңдаңыз. Баян деді. Сіздерге жемел деп жатсыздар оны. Тыңдаңыз. Ол жерде сол адауат, ада, баса, худуд, анау нелер барлығы жихад деген сөздерді Құран сүннетте келмеген ол сөздер. Келмеген. Бұл Имам Тахауидің сөзі. Ал енді Имам Тахауидің ақидасы дұрыс емес. Сахаб өйтіп айтып жатқан жоқпыз. Сіз айтып жатсыз ол сөзді. Сіз айтып жатсыз ол сөзді. Мен айтып жатырмын. Құранда келмеген Тахауидің өзінің сөзі деп келмеген. Тахауидің өзінің сөзі деп жатыр. Құран сүннетте содан қайтарған келмеген. Енді сондықтан ғалымдар не деп айтады? Оны айттым мен. Қайтаруға қажет жоқ. О нәрсені соралады дедік. Егер Аллахқа лайықты болса, қабылданған, лайықты болмаса тасталынады дедік. Сол жерден бұны сәләфтар ешкім айтпайды осы ережені. Мен сізден өткен жолда сұрағам осыны. Мен сізге айттым, баянда егер уақыт деген деп айттық, мекен деп айтқан болса, мекен. Біріншіден біз Аллах аршқа мұқтаж деп айтпаймыз. Аллах аршқа жабысып тұр деп жабысып тұр деп айтпаймыз. Ибн Таймия мумасса деп айтады. Сол жоқ деп Ибн Таймия жоқ деп айтқан. Именно сол Ибн Таймияда келген. Ибн Таймия келтірген. Көрсетіп берейін ба? Тамас жоқ деп айтқан. Көрсетіп берейін ба? Керек емес. Ибн Таймия соны айтқан. Анадан мына екі кітабынан егер керек емес деп жатсыз, керек десеңіз ашып көрсетіп беремін. Керек емес. Хорошо. Енді Ибн Таймияның сол айтқан сөзін білемін. Сіз оның қай сөзі қай жерде келген айтып беріңіз мен. Мен сізге айтамын. Хорошо. Айтыңыз. Мумасса емес деген. Оны мен өзімнің жамесіне жазған дәптерім деген. Оны мен айтқан жоқ. Мен кітабынан оқып бере аламын. Ол фатауада келген бірақ. Қай жерінде келгені Хорошо, тауып мен сізге кітабынан көрсетейін десем қабылдамайсыз, жарайды. Хоп. Бір Ибн Таймияның анық келген сол нәрсені Ибн Таймия шектеулі деген, иә, шектеулі деген. Шектеулі деп айтпаған, астағфирулла. Ибн Таймия Алла шектеулі дегенді айтады, алты тарабынан шектеулі дегенді айтады. Ондай деп айтқан емес. Тауып берейін бе, көрсетіп оқып берейін да қазір сізге. Арабшасын өзіңіз аударып беріңіз, мен арабшасын оқып берейін. Біз қазір Ибн Баздың шарқын айтайын десем, оны тыңдамай жатсыз. Фаузанды деп жатыр. Мен айтып жатырмын. Сахабалар, қараңыз, сахабалардың сөзін, соның барлығы бағанағы бұл ақидадағы ережелермен бір-біріне қайшы келмейді ешқандай. Яғни біз оны Аллаға шектеу бермейтін мағынада түсінуіміз керек деп жатырмыз. Түсінбейсіз ба? Абу Айюб Сихтияни айтады. Айюб Сихтияни айтады. Иннама мадарул қауми аля ан яқулу лайса фис самаи шей. Фил-улу шей. Дұрыс па? Біз фил-улу Алла бар дейміз. Фис-самаи шей. Абу Айюб Сихтияни айтады. Енді осылардың кейде аля мағынасында алған болса, бір сөзін келтіріңізші, аля-сама деген сөзін келтіріңізші, бір сөзін келтіріңізші. Олар фиді Құрандағы аля мағынасында алыпты. Онда кәдімгідей аля-сама деген бір сөзін келтіріңізші маған.
Чтобы мен бұл жерде самаулу мағынасында емес, аспан мағынасында деп алу үшін. Жоқ, алу үшін аля сама деген бір сөзін келтіріңізші маған. Солардан. Міне. Пожалуйста. Аля деген келтірейік. Иә, аля сама деген. Қараңыз. Болды сол. Міне, болды, тыңдаңыз. İmam Dahhak tabiinlerden. Sol ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum degende. Qala huwa ala arshihi dedi. Va ala arshihi. Ala arshi degan Qur'onda kelib turibdi. Men ala sama degan so'zni aytib turman. Va jene hop. Endi okey. Tыңдаңыз енді. Аспан енді. Жоқ, оны басқа сұрақтар қойыңызшы. Енді мен оны өткен жолда оқып бердіңіз, мен оған жауап беріп жатырмын. Ой, субханалла. Мен сізге сұрағым, Алла шектеулі ме, шектеулі емес пе? Алла шектеулі ме, шектеулі емес пе? Соны айтыңызшы маған. Неше рет жауап беруге болды тұрған сізге? Шектеулі емес қой. Иә? Әлбетте шектеулі емес. Шектеулі дегендер қателеседі, дұрыс па? Қателеседі ғой шектеулі дегендер. Окей, жауап беріңізші. Қателеседі ме шектеулі дегендер? Бүкіл мына жерде кімдердің шектеулі деген қателеседі ме, қателеспейді ме? Басқаша дәлел келтірейін сізге. Фауқал арш деп хадистерді қабылдамадыңыз. Қабылдап жатырмын. Алал арш дегенді қабылдап жатырмын, бәрін қабылдап жатырмын. Сіз мен сұрағыма жауап бермей жатырсыз. Міне. Қалай жоққа шығарасыз? Сіздер жоққа шығару деген түсінесіздер ма? Жауап бермей жатыр ғой. Болды, араласпаңыздар ешқайсыңыз, болды. Имам Абу Бакр ал-Ажрури шарияда айтады. Оны қабылдайтын шығарсың. Кім ол Абу Бакр ал-Ажрури шария жазған имам Ахмадтың шәкірттерінен сабақ алған адам. Айтады: "Аллази ясабу илайхи ахлул илми анна Аллаха ала аршихи фауқа самаватихи." Фауқа самават. Алла айтып отыр. Ахлул илмдің айтқан сөзі Алла. Сіздер Ажури деген кісіні танисыздар ма? Танимыз, Ахлул-Суннаның ғалым танымасаң сіздің проблемаңыз. Имам Ажуридің шария кітабын бүкіл Саудияда ғалымдар сабақ береді. Айтады. Сіз содан сабақ алдыңыз ба? Мен сабақ алған жоқпын одан. Бірақ осының сөзін келтіріп жатырмын. Қайсы имам сабақ беріп жатыр? Ажуридің шариясы сабақ берілгенде Аллах көріп тұр, бірнеше рет қатыстым, толық қатысқан жоқпын. Бірақ анық қатыстым. 2003 жыл қатыстым. Толық қатыса алған жоқпын. Сол Абу Бакр ал-Ажрури, субханалла, әйгілі атақты Ахлул-Сунна ғалымы шариғатта айтады: "Аллази ясабу илайхи ахлул илми анна Аллаха ала аршихи фауқа самаватихи." Фауқаны біз бағанан бері айтып жатырмыз. Аля деген бағанан бері айтып жатырмыз. Аллах Тағала қандай түсінбейді осыны да. Ахлул-Сунна ғалымдардың айтатыны Аллах аспандардың үстінде, аршының үстінде деп тұр. Енді үстінде деген сөз араб тілінде тек қана бір нәрсенің материалны үстінде дегенді білдіреді ме? Тағын басқа нәрсені мен айтып жатырмын. Имам Тахауи енді бизати туралы айтақ, сонымен болды. Бизатиді айтқансыз, сол туралы айтайын, сонымен егер соған да келмейтін болсаңыз, ашық арабша, кез келген арабша білетін адамдан оқысаң, я кез келген адам не деп түсінеді? Я Ахлус-Сунна ғалымдарының айтып жатқаны Аллах Тағала аршының үстінде, аспандардың үстінде, аршының үстінде. Анау дейсіз, мынау дейсіз, осы сияқты сөздер толып жатыр бүкіл имамдарда. Қара, енді мына жерде міне Ибн Хузайма, имам ал-Айимма. Кім мән лам юқирра би анна Аллаха аля аршихи истава фауқа самавати баинун мин халқи фахуа кафир деп айтты. Жарайды, басқа бір сөз келтіремін, қараңыз. Болды енді қойыңызшы. Бизатихини келтіремін болды соны. Бизатихини сұрадыңыз. Шашат жібердіңіз ғой, қойыңызшы. Сіз соған жауап бермедіңіз. Енді бизатихини айтайын соны. Бір адамды бизати мен келтірем, әлі келтірмедіңіз. Болды ғой, қанша минут болды? Жарты сағат, бір сағат болды бизатиді келтірем деп, әлі келтірмедім. Сіз сөйлетпейсіз ғой. Сөйлетпей бір нәрсені айтсам, анау Ибн Аббас, Усаймин бүйтіп айтқан, енді бірдеңе айтсам, Тахауи анау бірдеңені айтып алсын. Имам Тахауидің де, имам Ахмадтың де барлығын ақидасы. Мен имам Ахмадтың керек болса сөзін оқып берейін. Алла аршыдан жаратқаннан кейін де аршыдан алдында ла яхаққул худуд. Алла еш нәрсені шектеспейді деген сөзді имам Ахмад айтып жатыр. Мен сол үшін ақылды адам ретінде оны затымен бір нәрсенің үстінде дейтін болсам, яғни ол шектеседі деген мағына шығады. Соны Ибн Таймия дәлелдемекші болады. Соны Ибн Баз дәлелдемекші болады. Соны Фаузан дәлелдемекші болады. Сол нәрсені осы бизати деген сөзді мен солай қабылдай алмаймын, себебі имамдарымыз осылай деп тұр деймін. Ибн Аби Шайбалар, имам Даримилер, Яхя ибн